Сүйінші құрметті қосылайық көрермендері. Қосылайық жобасында жұп атанған сүйікті жұбымыз Әсем мен Әділет отбасын құрды. Сүйінші хабарды Әсем мен Әділет әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жариялады. Осы сүйінші жаңалықты естіген Қосылайық пен бір болайық жобасының экс қатысушылары жарыса жазды. Алайда желі қолданушылар мен қолдаушы апалар Ақтөре жайлы жарыса жазды. Тіпті Ақтөреге обал болды деп көзіне жас алды кейбір көрермендер. Ақтөре 2 жылда істей алмағанды 2 айда істеді. Ақтөре салғыласып жүргенде Упучук сұлу қызды жар етіп алды. Келін қылып бетін ашып адам құсап алмайсың балатын болсаң. Үлкендердің батасын алып, сендердікі гражданский брак болайын деп тұрғы. Негізі қызды үйіңе түсіріп, я алып қашып, я ұзатып әкелгесін жақындарымен бірге барып қидыратын еді ғой. Алдымен қызды босағаттатып, Ақтөре әлі жақсы көреді, бірақ бағаламады. Так что барында бағалаңдар. Сосын осылай басқамен бақытты сәтін көріп отырасыңдар. Деп жарыса жазды көрермендер мен қолдаушы апалар. Естеріңізге сала кетейік, Әсем Қосылайық жобасында Ақтөреге үміткер боп келген болатын. Сонымен қатар Қосылайық тарихында Аида мен болған жайтқа байланысты Ақтөре Әсем үшін еңіреп жылаған болатын. Тіпті Әсем үшін Ақтөре Қосылайық жобасының маусым жылауығы номинациясынан бас тартқан болатын. Әсемді құлай сүйген Ақтөре тіпті сырға салу тойын дүркіретіп жасаған еді. Алайда Ақтөре бой үшін тойды кейінгі қалдырған болатын. Иә, ағайын сүйікті жұбымыз Әділет пен Әсем енді отбасын құрды. Қосылайық жобасында әрине той күтеміз. Әділет пен Әсем бақытты болсын.